Өнеріміз саған Қазақстан көркемөнерпаздар фестивалі жалғасуда. Дәстүрлі доданың үздіктерін анықтау мақсатында ұйымдастырылған байқаудың Әділқазылар алқасы бұл жолы Қарабалық және Федоров аудандарының өнерпаздарын бағалады. Мұнда өнерлі жастар көп ақ, бәрі бірінен бірі өткен талантты. Ал Қазылар алқасын сондай өнерлі кішкентай бүлдіршіндер әуендетіп күтіп алды. Қонақтарға арналған залда шағын көрмеде ұйымдастырылған. Онда түрлі кітаптар мен өнерпаздардың мәдениет саласындағы жеткен жетістіктері көрсетілген. Әрі қарай олар сахна төрінде өздерінің өнерін ортаға салып, көрермендер мен Қазылар алқасының көңілінен шығуға тырысты, және олардың бұл мақсаттары орындалғандай. Бүгін Қарабалық ауданында көркемөнерпаздар шығармашылығының облыстық конкурс фестивалі өтті. Қарабалық ауданының әр әртісі өзінің керемет өнерін осы бүгінгі конкурс фестивальда ашылып көрсете білді деп ойлаймыз. Барлық әртістерге сәттілік тілеймін. Көрермендер сахнада сан түрлі бағыттағы өнерді тамашалады. Мұнда мұң бұралған биде, күмбірлеген күйде, әуезді әсемде әрбір жанның жүрегінен жол таба білді. Әсіресе жетігімен шырқалған ән, түрлі аспаптардың сүйелдеуімен орындалған опера ешбірін бейжай қалдырмады. Айта кету керек, аудан өнерпаздары көбіне ұлттық нақыштағы шығармаларды орындады. Қамысты ауданының өнерпаздары мәдениет саласының қоғамдағы алар орны орасан екенін айқын аңғартты. Оған дәлел әр орындалған шығармаға қол соққан көрермен қауым. Тіпті концерт соңында орындарынан тұрып қошемет көрсетіп, өнер иелерін қолдағандары олардың еңбектерінің бағаланғанын айқын көрінісі. Фестиваль әрі қарай Федоров ауданында жалғасты. Мұнда да өнер иелерінің тыңғылықты дайындықтары әрбір әрекеттерінен көрініп ақ тұр. Сахна шымылдырғы қазақ аспаптар оркестрімен ашылды. Әрі қарай күмбірлеген домбыраның сүйемелдеуінде орындалған қазақ, орыс халықтарының әндері көрерменнің көңілінен шыға білді. Концертте ауданға танымал көркемөнер ұжымдары, жезтаңдай әншілер мен бишілер өнер көрсетті. Қазір ғана солай қобалжулы үлкен жауапкершіліктен шығып тұрмыз. Ол осы облысымызда жыл сайын өтетін көркемөнерпаздардың халық шығармашылық байқауы 35-ші. Өнеріміз саған Қазақстан. Ойдағыдай өтті деп ойлаймыз. Өзіміздің дайындаған нөмірлерімізді сол жыл бойы жақсылап халыққа паш еттік деп ойлаймыз. Жүргілердің көңіліне шықты деп ойлаймыз. Жалпы өзіміздің және халықтың көңілінен шығып жатыр. Халықтың қошеметі өте ерекше болды, жоғары болды. Енді соған қарай біздің де халық бізді де жюри жоғары бағалайды деген сенімдеміз. Әртүрлі ұлт өкілдері өз тілдерінде көркем сөз оқып, жұртты өздеріне қарата білді. Бұл ауданның өнерпаздарынан басқа аудандардан ерекшелігін көрсетті. Жергілікті өнерпаздардың жылдық есеп беру байқауын Қазылар алқасы жоғары бағалады. Байқау соңында аудан әкімі мәдениет саласының дамып келе жатқанын тілге тиек етіп, мәдениет қызметкерлеріне алғысын білдірді. Жаңа ғана осы облыстық фестиваліміз аяқталды. Өте қобалжулымыз, барлық ойдағыдай өтті деп ойлаймыз, ерекше болды деп ойлаймыз. Себебі былтырғы жылы біз бас жүлдені меншілеген болатынбыз. Сол себепті биылғы жылда да бір үздік орындардың қатарында болуға тырысамыз. Шығармашылық саласында еңбек етіп жүрген екі үлкен тұрғындар да фестивальге жоғары деңгейде дайындалғандарын байқатты. Жас таланттарға жол ашу мақсатында ұйымдастырылған байқау әрі қарай басқа аудандарда жалғасын табатын болады. Әйгерім Төлепова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.